Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы елімізде тұруға қауіпсіз аймақтар бар ма? Оқыту мақсаты Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелерін зерттеу, мақсатқа жету үшін елімізде қандай экологиялық мәселелер бар екенін білу керек. Техногендік зардап. Дүние жүзінде экологиялық мәселе бірінші орында тұр. Халықаралық Гэллап зерттеу орталығының мәліметтері бойынша қоршаған ортаны қорғау бүкіл әлемдік жағдайға айналған. Бұл күндері адамдар қоршаған ортаны қорғау үшін барын салып жатыр, бірақ жыл өткен сайын жер ғаламшарының экологиялық жағдайы нашарлап барады. Қазақстанда қоршаған ортаны қорғауға байланысты экология және табиғи ресурстар 2030 жобасы ұйымдастырылған. Аталған жергілікті емес аймақтық сипаттағы экологиялық мәселелерден басқа, республикамыздың экологиясына әсер ететін тағы бір қатар мәселелер бар. Қарағанды облысы қоршаған ортаға әсері жағынан бірегей болып табылады. Қарағанды облысы сияқты басқа ешқандай облыс мұндай техногендік зардапқа ұшырамаған. Басты өнеркәсіп орындары тау-кен өндіру, тау-кен өңдеу, жылу энергетикасы және тағы басқа. Өндіріс өнеркәсібі облыстың экологиясына зардабын тигізеді. Қарағанды облысындағы синтетикалық каучук және сынап өндірісінен шыққан сулар Нұра өзені мен Нұра су қоймасын ластайды. Тау-кен өндірісі топырақ қабатын бұзады. Өйткені табиғи ресурстар топырақтың беткі қабатында орналасқан. Сондықтан кен өндіру ашық әдіспен жүргізіледі. Байқоңыр. Экологиялық мәселе туындататын тағы бір үлкен аймақ Байқоңыр ғарыш айлағы. Ғарыштық зымырандық техникалар жасау кезінде атмосфераға, сонымен бірге стратосфералық озон қабатына, осы аудандағы ғарыш кемесінің бөліктері түскен аймақтарға зиянды әсерін тигізеді. Заңсыз ағаш кесу мәселесі. Зиянды әсерлердің басты түрткі жайттарына мыналар жатады. Бірінші, зымыран жанармайы әсерінен топырақтың беткі және жер асты суларының ластануы. Екінші, зымыран тасығыштан бөлінетін құрастырушы элементтер мен аймақтардың ластануы. Үшінші, зымырандардың ұшып қонуы кезінде болатын өрт қаупі. Төртінші, зымыран құлаған аумақта эвакуация жасау кезінде топырақтың және өсімдіктердің механикалық зақымдануы. 2000 жылы Қазақстанда сау орман ағаштарын кесуге тыйым салынды, бірақ заңсыз ағаш кесу жалғасып келеді. 2008 жылы қаскөйлер 1000 гектар орманды кескен. Бұл шамамен 140 км²-ға тең болады. Қостанай облысы, солтүстік Қазақстан облыстарында бірнеше жыл бұрын заңсыз кесу мен өрт әсерінен 40 000 гектар орман аумағы шамамен 7-ден 1 бөлігі жойылған. Көптеген жануар мен өсімдіктер үшін орман туған үйі. Ал орман жыл сайын азайып барады. Жануарлар үйсіз қалып жатыр. Демек, оларға да жойылу қаупі төніп тұр. Шөлдену мәселесі. Шөлдену мәселесі өсімдік жамылғысының толықтай жойылуымен, топырақ эрозиясымен, оның тұздануы және сорлануымен, құмды аймақтардың көбеюімен сипатталады. Топырақтың және өсімдіктің тозуы, су ресурстары жоқ аймақ, немесе қой жайылымы, басым аймақ, тау жыныстарды өндіретін аймақтарда кездеседі. Шөлдердің көбеюі болашақта халықтың сол аймақтарды қоныстануын шектейді. Қазақстанның 30% аумағын адам денсаулығына әсер ететін табиғи радиоактивті газ радон алып жатыр. Шаруашылықта және тұрмыста нуклеидтермен зақымданған суды қолдану қауіпті болып табылады. Бұл радиоактивті зақымданумен күрес тек ескерту ретінде жүреді. Өйткені табиғи ортада бұл зақымданудың таралуын тоқтататын ешқандай биологиялық немесе қарапайым шешім жоқ. Қазақстанда 2 қаланың ауасы таза деп аталады. Ол Орал және Көкшетау. Қоршаған ортаны қорғау халықтық және қоғамдық жүйе болып табылады. Табиғи ландшафт, сирек өсімдік және жануарларды сақтау мақсатында Қазақстанда 10 мемлекеттік қорық және 12 ұлттық парк құрылған. Қазақстан қорықтары мемлекет қарамағында 1892 жылы қоршаған ортаны қорғау туралы бірінші заң қабылданды.
ал 1926 жылы Қазақстан мен Орта Азиядағы бірінші қорық Ақсу-Жабағылы құрылды. Осымен біздің бүгінгі еліміздегі экологиялық мәселе бойынша тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.